Біз ел қатарлы қарапайым отбасы болдық. Үйде тек қыздармыз. Анам бар өмірін бізге арнады. Ал әкем, ол үнемі жұмыста. Ол бала тумады деп анама кінә артқан емес. Бірақ оның жоқтығы да, барлығы да біз үшін бірдей еді. Әкем 3-4 айлап, тіпті одан да ұзақ уақыт үйге келмейтін. Келген күннің өзінде бізбен көп сөйлеспейтін де, сырласпайтын. Біз анамыздың жылуына оранып, оның мейірімімен ғана өсіп өндік. Әкемізді жақсы көретінбіз, бірақ оның бізбен бірге болмауы жүрегімізде бір бос кеңістік қалдырды. Кейде ойлаймын, егер әкем үйде көбірек болса, біз мүлде басқаша болар ма едік деп. Бірақ тағдыр осыны бұйырды. Әйтеуір әкеміз бар, сол үшін де қуанамыз. Мен үйдің 3-ші қызы болдым. 2 әпкем және сіңілім бар. Үлкен әпкем мектеп бітіре сала алып қашудың құрбаны болды. Бәрі бір сәтте өзгерді. Бір түнде басымыз ауған жаққа босып кетуге мәжбүр болдық. Әпкем кеше ғана мектеп бітірген еді ғой, жап-жас, болашағы алда, оқу оқып, арманын жүзеге асыру керек болатын. Бірақ бәрі әп-сәтте құрыды. Анам шыдай алмады. Ашуға булығып, әлі жас қой, оқуы керек, оны алып кетемін деп жанталаса қарсы болды. Әкем болса сабырлы әрі қатал. Кеткен қыз кетті, босаға аттап қойды. Енді оны жайына қалдыр. Дастарханды жай. Келген құдаларды күтеміз деп соңғы сөзін кесіп айтты. Анам жылап жүріп амалсыз көнді. Мен сол сәтте әкемді жек көріп кеттім. Әпкемнің біз үшін құны жоқтай көрінді. Әкемнің бізге деген мейірімі де, жанашырлығы да жоғын сол кезде түсіндім. Оның айтқан сөздері жүрегімді жаралады. Мен небәрі 15-те едім. Бойжетіп келе жатқан шағымда өмірдің осыншалық ауырлығын сезіну маған тым ауыр тиді. Әпкемнің бізден алшақтап, енді қайтып үйге оралмайтынын ойлап, жүрегім қанжылады. Оны сағындым. Жай ғана әпкемнің күлкісін, жанымда болғанын аңсадым. Бірақ енді оның бәрі өткен шақ болып қалды. Сол бір күн бәріміздің есімізде мәңгі қалды. Әпкеміздің тойы алғашында көңілсіз көрінгенін байқап, іште алаңдап едім. Бірақ көп ұзамай бәрі түсінікті болды. Әпкемнің жүзіндегі бақыттың белгісін байқамау мүмкін емес еді. Сол тойда әпкем өзінің сүйген жігітіне тұрмысқа шыққанын білдім. Бәрімізден жасырып, онымен кездесіп жүрген екен. Бұған дейін байқамағаным үшін де өзімді кінәлағандай болдым. Бірақ әпкемнің бақытын көріп менде қуанып кеттім. Той шын мәнінде керемет өтті. Әпкемнің арманы орындалғандай көрінді. Бәріміз мәз-мейрам болып тарқастық. Арада 3 жыл өтті. Әпкем мен жездем бөлек шығып қалада тұрды. Ал мен мектепті аяқтап, оқуға түсу үшін өзімнің жолымды іздеп жүрген едім. Әпкем тұратын қалаға оқуға тапсыруға шешім қабылдадым. Тіпті ойланбастан